мұғалімдері және сіздермен бірге мен Съездова Алия. Мектебіміздің тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес оқушылардың көктемгі каникул уақытын тиімді пайдалану мақсатында Айнолы мектебімізде біршама іс-шаралар өткізілді. Мектеп кітапханасында «Кітап сенің қазынаң» атты жаңа кітаптардың таныстырылымы болды. Мектеп залында көрме жасалды, оған тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап акциясына байланысты енген көркем әдеби кітаптардың макеті шығарылып ілінді. Сонымен қатар, кітап желісі бойынша шыққан кинолардан сурет көрмесі жасалды. Көрмеге мен ұнатқан бір кітап тақтасы жасалып, әрбір оқырман өздерінің жақсы ұнаған кітаптарын жазып отырды. Екінші сынып оқушылары арасында Нағашыбаева Әселдің ұйымдастыруымен WhatsApp желісі арқылы ойна да ойла сайысы өткізілді. Сыныптар арасында 4-ші А сынып жетекшісі Оспанова Гүлшайым апайдың ұйымдастыруымен ойлы болсаң озып көр тақырыбында Zoom платформасында танымдық сайыс өткізілді. 4-ші сыныптар арасында Мұзапарова Әйгерім апайдың ұйымдастыруымен ағылшын тілін білесің бе тақырыбында сайыс өткізілді. Сайыстың мақсаты тіл үйренушілердің мемлекеттік тілді қаншалықты меңгергендігін тексеру, әртүрлі тапсырмалар арқылы тыңдаушылардың алған білімдерін бекіту. Ағылшын, орыс тілдері әлемдік тілдердің қатарына жататындықтан тіл үйренушілерге олардың маңыздылығын сезіндіру болатын. 9-шы сыныптар арасында 9-шы Б сынып жетекшісі Бахитова Гүлденген апайдың ұйымдастыруымен үздік оқушы сайысы өткізілді. Сайыстың мақсаты оқушылардың пәндерден өтілген материалды меңгеруін, білім деңгейін тексеру, білім-білік дағдыларын қалыптастыру. Және де дене тәрбиесі пән бірлестігінің ұйымдастыруымен ұлттық ойындар сайысы өткізілген болатын. 29 наурыз күні дарындылар додасы тақырыбында мектепшілік зерде оқушылардың ғылыми жоба қорғау орталығының жетекшісі Бектібаева Гүлшат апайдың ұйымдастыруымен оқушылар арасында ғылыми жоба байқауы өткізілді. Оға қатысушы пән мұғалімдері мен оқушылары тақырыптары бойынша өз жобаларын қорғап шықты. Төрешілер ғылыми жобаға қатысушы оқушылардың жұмыстарын тыңдап саралай келе, берілген критерийлер бойынша 1 және 10 балл аралығын бағалады. Бірінші орынды 5-ші В сынып оқушысы Әділбекова Жанель және жетекшісі Жакипова Назира апай, Әбжәми Ғибрат 6-ші А сынып оқушысы және жетекшісі Айжарықов Мұрат ағай иеленді. 2-ші орынды 2-ші В сынып оқушысы Мухрадин Дінмұхамед, жетекшісі Жакияева Гүлмайрам апай және 5-ші Б сынып оқушысы Мұхамеджанов Оспан, жетекшісі Жунисова Дин апай. 3-ші орынды 7-ші А сынып оқушысы Бекмұратова Мадина, жетекшісі Алтыбай Гүлсара апай және 3-ші Б сынып оқушысы Ержан қызы Гаухар, жетекшісі Оразбаева Бейбіт апай иеленді. 30 наурыз күні мектепшілік үздік сынып жетекші 2021 байқауы өткізілді. Байқаудың негізгі мақсаты қазіргі қоғамдағы тәрбиенің рөлін арттыру, тәрбие үдерісін жетілдіріп, құзырлығын дамыту. Байқауға қатысқан 8 сынып жетекші төмендегі кезеңдер бойынша бақ сынады. Бірінші кезең таныстыру, мен сынып жетекшімін. Екінші кезең, менің сыныбым өзгеше бейнероликтер байқауы. Үшінші кезең, шәкірт білімі, ұстаз еңбегінің көрсеткіші, сынып портфолиосы. Төртінші кезең, панорамалық тәрбие сағаты, инновациялық жоба. Бесінші кезең, өмірім, өнерім, өз өнерін көрсету. Нәтижесінде бас жүлдемен 1-ші Б сынып жетекшісі Искакова Айгүл апай, 1-ші орынмен 5-ші А сынып жетекшісі Орынбасаров Абзал ағай, 2-ші орынмен 4-ші Б сынып жетекшісі Нұрымбетова Айгерім апай, 3-ші орынмен 6-ші А сынып жетекшісі Смағұлова Гаухар апай, өнегелі жетекші номинациясымен 3-ші Б сынып жетекшісі Қасымова Айсәуле апай, өнерлі жетекші номинациясымен 2-ші В сыныбының жетекшісі Нағашыбаева Әсел апай, парасатты жетекші номинациясымен 7-ші А сынып жетекшісі Байбарақова Индира апай, шығармашыл жетекші номинациясымен 9-ші А сынып жетекшісі Жұбатқанова Ағзира апай марапатталды. Байқауға қатысқан мұғалімдерімізге шығармашылық табыс тілейміз. Халқымыздың мақтан тұтар аяулы қыздарының бірі, сыр өңірінің мақтанышы, қармақшылық күріш өсіруші диқан Салима Жұмабекованың есімі республика жұртшылығына түгел танымал. Социалистік еңбек ері, батыр ана, өз заманында үлкен мәртебе саналатын Кеңес социалистік республикалар одағының халық депутаты болған қайраткер анамыздың өмір жолы ұлтымызға өнеге, жас ұрпақ өкілдеріне тағылым мен тәрбие. Осы ретте осындай ерен еңбек иелері аға ұрпақтың еңбек дәстүрін жастардың санасына жеткізіп, оларды аянбай еңбек етуге тәрбиелеудің мәні өте зор. Номері 85-ші орта мектебінде 2 сәуір күні барлық сыныптарда батыр ана, социалистік еңбек ері Салима Жұмабекованың 85 жылдығын атап өтуге арналған сынып сағаттары өткізілді. Апта легіндегі жаңалықтар осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.